Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымызда ыстық тағам түрін әзірлейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тағамымызға қажетті заттар ең алдымен тауық еті, яғни тауық етінің төсі мында 1 килограммдай алдық. Және 700 граммдай картопымыз, 2 пияз керек, 200 грамм сыр қажет болады. Мында 150 грамм майонезіміз, және кішкене қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұз қосамыз. Тауық етімізді жалпақтап, осы күйінде арасын жұқа етіп бөліп аламыз. Және осы туралған етімізді мынандай арнайы ұрғышпен ұрғылап кішкене жұқартып аламыз. Біз етімізді үлкен жалпақтап жұқа етіп турап алдық және кішкене ұрғыладық етімізді, өйткені піскенде жұмсақ дәмді піседі. Және біз картопымыз бен пиязымызды жұқа дөңгелектеп тураймыз. Пиязымызды дөңгелектеп турап алдық, сырымызды үккіштен өткіздік. Енді біз етіміздің арасына жаққанға тұздығымызды дайындаймыз. Оған майонезге жаңа етіміз дәмді тұзды болу үшін тұзын жеткілікті саламыз. 1,5 шай қасықтай салдым. Және кішкене қара бұрыш қосамыз. Қызыл бұрышымыздан да кішкене қосамыз, 1,5 шай қасықтай. Жақсылап араластырып, барлығын дайындап алдық. Формамыздың астына май жағып алдық және ең астына пиязымызды салып шығамыз. Пиязымыздың бетіне етімізді қоямыз. Ол үшін біз екі жағына да дайындаған тұздығымызды жағамыз. Етімізге тұздығымызды салып, орналастырып шықтық. Енді тағы да еттің бетіне қалған пиязымызды қойып шығамыз. Пиязымыздың үстіне картопымызды орналастырамыз. Бетіне сырымызды себеміз. Тағамымызды дайындап болдық. Енді алдын ала қызған 180 градуста пешімізге 45 минутқа пісіріп аламыз. Біздің тағамымыз дайын.
Тамақ ұнады ма, балалар? Иә. Не айтамыз? Рахмет. Мама. Аз болсын. Мен. Дони. Sayın dostlar. Жей ғой, Әділет.